саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 9 сынып геометрия векторлардың қосындысы тақырыбындағы есептерін шығаратын боламыз. Бізге берілген бірінші есеп абысы үшбұрышынан төмендегі векторлардың қосындысын көрсетіңдер дейді. АВ векторы мен ВС векторының қосындысы бізде асы, СА мен АВ-ның қосындысы СВ. Яғни екі вектордың түйіскен жерінің қосатын векторларды біз қосындының векторлары деп айтамыз. Яғни қосатын векторларды жазуымыз керек. Неке жаздық. Екінші есеп. Егде суреттен төмендегі векторларды көрсетіңдер дейді. Бірден жазып кете беремін. Дәл сондай. Осында екісі де С, Е векторы. Үште В, Д векторы. Төртте А, Д векторы. Бесте А, Е векторы. Үшінші есебінде айтады бізге АВС-ді параллелограмм диагоналдары O нүктесінде қиылысады. Мына теңдіктер дұрыс па дейді. Біріншісі иә, екіншісі жоқ, себебі қиылыспайды. Үшіншісі иә, қиылысады. Төртіншісі жоқ, қиылыспайды. Бесіншісі иә. Нөлдік емес векторлардың қосындысы нөлдік векторға тең бола ма? Егер тең болса, қандай жағдайда дейді. Иә, тең болады. Егер тең болады, егер жаңағы векторлардың бағыты қарама-қарсы болса. Бесінші есепте нөлдік емес үш векторының қосындысы нөлдік векторға тең бола ма? Егер тең болса, мысал келтір дейді.
абсд жазықта кез келген нүктелер ады АВ асы векторлары А тең АВ, В тең ВС, С тең СД векторларының арқылы өрнектеңдер дейді. Өрнектедік. 7-ші есепте АВС тең қабырғалас үшбұрышының қабырғасы Аға тең таңба табыңдар дейді. Бізге табу керек. Бірінші АВ қосылған ВС, екінші АВ қосылған АС тең үшінші АВ қосылған СВ. Кеттік. АВ қосылған ВС бізге асына береді үшбұрыштарда, ол дегеніміз Аға тең. Мынау жартысын береді, түбірасты 3 бөлінген 2 А, ол дегеніміз түбірасты 3А. Үшінші 2 түбірасты 3 бөлінген 2А тең түбірасты 3А. 8-ші есепте абсд үшбұрышында асы 6-ға, ВС 8-ге бұрышысы табыңдар дейді. Бізге бірінші асы тең 6-ға, ВС тең 8-ге, бұрышысы тең 90 градус. Табу керек. Бірінші АВ вектор қосылған ВС вектор. Бірінші АВ вектор қосылған ВС вектор тең 10 қосылған 8 тең 18. Екінші АВ вектор қосылған ВС вектор тең ол АС-ға, ол дегеніміз 6. Үшінші СА вектор қосылған СВ вектор тең 6 қосылған 8 тең 14-ге. Төртінші бізде тап деген СА вектор қосылған СВ вектор. Ол дегеніміз АВ векторына тең, ол 10-ға тең. 8-ші есеп шығардық. 9-ші есепті қарайық. АВСД ЕФ тұрыс алты бұрышының қабырғасы бірге тең деді. Табыңдар деді. Бізге табу керекпіз. Бірінші
10 есепті өрнектік шамдаңдар дейді. Бізге берілгені 4 түрлі өрнек. Шамдайық. Абы қосылған асы яғни соңғы екі векторды біріктіріп тұрған векторларды жазуымыз керек та. Неге 10 есепті жаздық? 11 есепте былай дейді. Абысыда параллелограмм берілген, асы қосылған б-ді, б-сы қосылған а-ды болатын дәлелдеңдер дейді. Бірінші параллелограмм сызайық. Неге дәлелдедік? Келесі есебімізде О нүктесі абысы үшбұрышының меридианның қиылысу нүктесі. АО, ОВ осы нөлге тең болатынын дәлелдеңдер дейді. Неге? Келесі есепте А қосылған В, А қосылған В екен дәлелдеңдер. Векторлар қандай? Қалай орналасқанында теңдік орындалады дейді.